Ақ жүзіңді сағындым, бұзалғанда мен сен, айнымайтын яғым, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Қайырлы күн, құрметті достар, біздің Домбыра үйрену YouTube парақшамызға қош келіпсіздер. Достар, бастамастан бұрын каналға подписка жасап, лайк қойып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және де комментарияға астына міндетті түрде келесі сабақта қандай әнге немесе күйге, кез келген қандай әнге немесе күйге видео сабақ көргілеріңіз келеді осы сандық нотада. Соны міндетті түрде астына жаза кетіңіздер. Біз келесі сабақты сол әнге немесе күйге түсірем. Сол үшін соны міндетті түрде астына жаза кетіңіздер. Астына таңдаймыз қандай әнге немесе күйге келесі сабақ түсіретінімізді. Ендеше достар, бүгінгі сабағымызда біз Аягөз қайда барасың әнін үйренетін боламыз. Оны бірінші сіздерге тартып көрсетейін. Достар, кез келген домбыраны тартардың алдында міндетті түрде домбыраның құлағын күйге, әнге келтіру керек. Егер олай болмайтын болса, әніміз, күйіміз ойдағыдай шықпайды. Көптеген оқырмандар жазып жатыр, сіздікіне ұқсамайды, сіздің тартқаныңыз сияқты тартсақ, біздікі олай шықпайды деп. Сол дұрыс шығу үшін домбыраның құлағы дұрыс келтірілу керек. Егер де домбыраның құлағын дұрыс келтіруді көргілеріңіз келсе, осы астындағы сілтемемен өтіп, домбыраның құлағын дұрыстау деген сабақ бар. Сол сабақты көріп алыңыздар жақсылап, 5 минуттарыңызды қиып, және міндетті түрде қандай ән немесе күй тартардың алдында сол осы құлағын дұрыстауды ұмытпаңыздар. Сол кезде әніңіз, күйіңіз ойдағыдай шығады. Кеттік, ендеше Аягөз қайда барасың әнін тартып көрсетейін. Ал ендеше достар, Аягөз қайда барасың әнін үйренуді бастаймыз. Ең бірінші қатарынан бастаймыз. Бізде 0 ашық. Келесі бізде 2 басамыз төмен жоғары. Бұл жерде бізде жалпы қағысы пам-пара, пам-пара, пам-пара. Осы 3 қағысын көрмеймен тартамыз. Пам-пара, келесі 3. Пам-пара, 2. Қайтадан 3. Осыны қайталаймыз. 2 рет. Келесі қатарымыз бізде 0-0 3 рет. Келесі 5-5 3 қағыз. Келесі бізде 5 төмен және 7-5 төмен жоғары. Келесі бізде 5 үстінде тұра береді, ал астыңғы шекте 8 төмен және 7-5 жоғары. Келесі 5-5. 5-5-те тұрып, біз қазір 6 қағыс ойнаймыз. Және тағы да 2 қағыс төмен. Және 8 жоғары. Және 7-5-те 6 қағыс. Келесі бізде 3-ші қатарымыз 0-0 ашық. 5-5 3 қағыз және 5 төмен және 3-5 жоғары және қайтадан 5-5. Келесі бізде 3-5 төмен жоғары
7'de 5. Tömen жоғары. 3 üstünde 0. Және 2'de 0. Келесі бізде 4-ші қатарымыз 0'де 0. 3 қағыз. 5'de 5. Қайтадан 5 төмен. 3 жоғары. 5'de 5. 3'de 5. 3 рет. 7. 3. Және 2. Yani bizde 3-ші қатар мен 4-ші қатар 1'дей. Соны қайталаймыз 2 рет. Және 5-ші қатарымыз 0'де 0. 3 рет. 5'de 5. Және 2. 3. Және 2, 0, 2. 2, 0, 2, 0. Деп осымен бізде куплеті бітеді. Келесі бізде қайырмасы. 6-ші қатар 8'де 10'нан бастаймыз. Үстінде 10, астында 8. Егер қиын болып жатса, тек астын баса берсеңіз де болады. Бізде основной дауыс ол астыңғы шекте. 3 қағыз төмен жоғары. Келесі бізде 7'де 5. Тағы да 3 рет. Және 0. Келесі астыңғы шекте 5 төмен, 7 төмен жоғары, 8 төмен жоғары, және 7'де 5 төмен жоғары, және 5'де 5 төмен жоғары. Келесі бізде 3'де 5, 7'де 5 төмен жоғары. Келесі 7 төмен, және 5'де 5 төмен жоғары, және қайтадан 7'де 5. Келесі бізде 3'де 5, былай аламыз. 3 қағыз, 7, 5'де 5 төмен, және 3'де 5 жоғары, және 2'де 0 төмен жоғары. Келесі бізде 0'де 0 ашық, 5'де 5 төмен жоғары, 5 төмен, және 3'де 5 төмен жоғары, және 5'де 5 3 қағыз. Бұл бізде соңғы қатарымыз 3'де 5 төмен жоғары, және 7'де 5. 3'тің өзі үсті ашық, және 2, 0, 2. Қайырмасын қосып көрейік. Деп осылай біз жайлап осыны үйреніп алып, барлығын жайдан тартып қосатын болсақ, біздің әніміз шығатын болады. Және де келесі 2-ші, 3-ші куплеттерін дәл 1-ші куплет сияқты тартамыз, тек қана сөздер ауысады. Ал қайырмасын осы қайырманы қайталап кете береміз.